Бүгін жұмысқа бірінші келген сияқтымын ғой. Стажер тұрыңыз. Ой, мен жұмыста ұйықтап қалыппын. Менің есімім Айбар болады. Мен Аярумын, білетін шығарсыз. Иә, пысық екенсіз ғой, датавы офиста ұйықтап жүрсіз. Сая, бүгінде құжаттарды сен толтыршы. Толтырамын ғой, бірақ мына екеуі жақсы дос болып алған сияқты ғой. Иә, мен де байқап тұрмын. Мен не себепті стажер жаққа бұрылдым, оны көргім келмегеннен шығар. Не үшін екен өзім де білмеймін. Осқынсыз болса да біреудің маған есіме салады. Кімде екен? Так, секретар, кіріп кетіңіз. Редакция бөлімін толық шақырыңыз. Редакция бөлімін толық директор шақырып жатыр. Кіріп кетіңіздер кабинетіне. Мұнда шақыруымның себебі кеше стажер айтқан маркетинг тобына беруді ойлап көрдім. Расымен де біз уақыттан жеңілмеу үшін маркетинг тобына ол тапсырманы беруіміз керек. Маған қатысы болмаса мен кете берейін онда. Иә, кете беріңіз. Сол жобаны екеуіңіз ақылдасыңыздар. Екеуіңізге тапсырамын. Түскі уақытта сонымен жұмыстанасыздар. Иә, жақсы, міндетті түрде. Біздің стажер директорға әсер еткен сияқты ғой. Әдетте директор ешкімнің мнениясын тыңдамайды. Әрине, мына апайдан басқа. Мен олай ойламаймын. Мықты, өте кереметсің сен, Аяру. Білімді екенің көрінеді. Олай болса, түскі асқа бірге шығайық, сол жерде ақылдасамыз. Иә, айтасың ғой, Айбар. Ең үздік стажер Аяру. Хатқа жазып қойғанын қараш, мұнда қойып қоя салайын. Барлық қызметкерлер осында тамақтанатын сияқты ғой. Иә, әдетте ең жақын жері болған соң осында келеміз. Бірақ тамақтары да өте дәмді. Сен сияқты. Сені мен қарындасындай көремін, уайымдама. Болды, брат. Мына жағдай күннен күнге шиеленісіп барады. Ішкі дауысым мені досыңды саттың деп айыптауда. Бірақ не істей аламын, мен де жақсы көріп қалдым ғой оны. Аяру. Неге ішкі дауысым стажердің есімін айтып қоймайды? Өзімнің Аяру деген жан құрбым бар емес па? Маған не болып жүр өзі? Тем более бүгін кешке Аярумен кездесуге шығамын. Айтпақшы, стажер Аяру, осы жердің сулары өте тәтті, сол үшін осында алып келдім. Мен ішіп көрмеген екенмін, көру керек. Иә, кеттік, анда отырып ақылдасам және сусын ішеміз. Сен ұсынып тұрсаң, ол жердің керемет екеніне күмәнім жоқ, брат. Жүре ғой. Кеттік ендеше. Айбар, сендер шынымен де стажермен өте қатты тіл табысып алған сияқтысыңдар ғой. Апай, қараңызшы мыналарды, қалай дос болып алған. Түскі асқа да бірге шығады дейсің ғой. Иә, достасып алдық. Ал не болыпты? Оның үстіне бір жобаны бірге жасап жатырмыз. Иә, солай. Да ладно, өз жұмысымды істеймін, шатағым жоқ. Мен шаруамды бітірдім, саған көмек керек болса айт. Жоқ. Сау бол ендеше, ертерек қайт сенде. Так, стажер Аяру, жұмыс уақыты бітті, қайтыңыз. Осы ғана, жарайды, қайтамын. Ой, жаңбыр жауып кетті ғой. Міне шатыр, қол шатырдың астына кіріңіз, келіңіз. Рахмет. Бүгін погодада жаңбырды көрсетпеген еді ғой, неге жауып кетеді? Бұл қыз, менің балалық шақтағы Аярума көбірек ұқсайды. Қазіргі Аяруға қарағанда. Бірақ олай болуы мүмкін емес қой. Тура балалық шақтағы Аяру. Ол жаңбырда тоқтады, енді автобус күтуім керек. Аяру, сен қай жақта тұрасың? Мен сені үйіңе апарып тастай салайын. Жарайды, апарып тастай салыңыз. Көлік па? Иә. Ренжімесеңіз, бір сұрақ қояйын деп едім. Біз бұрындар мүлдем кездеспегенбіз ба? Жоқ, кездеспегенбіз. Жақсы онда, осы ойда Аяру тұратын еді, шақыра саласыз ба? Айлин, прикинь, мені алмаса келіп тастайды үйге дейін. Сені күтіп тұр. Аяру деп ойлап тұр сені. Шықшы. Иә, бүгін кездесу еді. Сәлем, Алмас. Сәлем, Аяру, қалайсың? Бүгінгі қойған сұрағына қарағанда ол мені есіне түсіре бастаған сияқты ғой. Мүмкін әлі де
білмеймін. Мен өзгеруім керек, қайтадан бұрынғы қалпыма келуім керек. Мен өзгеремін, точно. Есіңде ме, сен осындай қалпақшаларды көп киіп жүретінсің, сол үшін саған сыйлағым келіпті. Сәлеметсіздер ме осы қалпақшаларды ма? Иә, қазір кассаға барамыз. Игіліктеріңізге киіңіздер. Аха, рахмет. Айару, сен қатты өзгергенсің. Мен сені алмаймын кейде, тіпті сен осылай өзгерер ме едің деп. Иә, адамның барлығы өзгереді ғой. Бірақ бәрібір де мен сені өте қатты жақсы көремін. Сен менің балалық шақтағы құтқарушым болдың ғой. Енді мен сенің құтқарушың боламын. Қазір келемін, күте тұршы. Мен опасыздық жасап тұрмын ғой шын мәнінде. Неге шындықты айтпаймын? Бірақ маған ұнайды, айта алмаймын. Сонымен Айару, үйге қайтпаймыз ба? Жүр қайтайық. Сау бол, жақсы демал. Рахмет, сен де сау бол. Неге дәл осы жағдай менімен болып жатыр? Неге бұл қадамға бастым? Айару ұйықтап жатыр ғой. Мен шын мәнінде Айлинмін ғой. Мен Айлин екенімді білсем бәрібір де мені жақсы көре ма? Немесе Айаруды? Неге мен қиналамын? 4-ші бөлімнің соңы. Достар, өткендегі видеоның астында 50 комментарий жинай алмадық, ал осының астында жинай аламыз ба? Және маған тіркелуді ұмытпаңдар.